Сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің бүгінгі күнім таңым Көркеммен және Нұралимен басталды. Ең бірінші біз Нұралидің тренировкасына бардық. Нұралиді апарып тастап, Көркем екеуміз күтіп отырдық. Мен мына жерде ары қараймын, бері қараймын, әйтеуір адамдарға қарап отырмыз, ішіміз пысып, одан кейін шығып, үшеуміз донерняға бардық. Мама донерне жекші дегеннен кейін мына жерде әйтеуір жаяу жүріп бара жатырмыз. Көркем ура жеттік па деп мына жерде әйтеуір дегенде жеттік. Екеуі шаршап кеткен, Нұралидің іші ауырып болып отыр. Көркем шаршағаннан жата қалды. Ой, жатайыншы кішкене деп, сонымен бәріміз қашан дайын болады екен деп күтіп отырмыз. Қарнымыз ашып кеткен. Донеріміз келді, сонымен бәріне екеуіне таратып бердім да. Екеуім тәтті екен деп қояды. Мен деген тоже соғып отырмын. Біздің үй жақта осы донерный дәмді, ең тәтті осы донерныйға жететін жоқ деп ойлаймын мен үшін. Потом біз шықтық та магазин араладық. Қарнымызды тойдыртып тыңғитып алдық та, бұлар ойыншықтар қарады, ананы қарады, мынаны қарады. Әйтеуір бүгінгі күнім менің осылармен өтті. Екеуі риза болды. Алам дегендерін алып, ішем дегендерін ішіп, ал мына жерде автобус күтіп тұрмыз үй жаққа қарай. Үй жаққа қарай жеттік. Екеуі соңында мороженое алып, мороженеймен тойып, біз Нұрали екеуміз әңгімен соғып келе жатырмыз. Жерден аңғара шегіртке жатыр. Жоқ, Дәуіт жатыр деп қоям. Дәуітті біреу жып тұрып, боғын шығарып тұрып кетіпті. Сонымен үй жаққа мен өзімше пока-пока деп видеоның соңын бітірейін деп тұрсам, сөйтсем бізде Нұралидің шашын алдыруға бару керек екенбіз. Сонымен Нұралидің шашына шықтық. Ары қарай енді Нұралидің шашын алдыруға бара жатырмыз. Менің бүгінгі күнім Нұралимен Көркемге арналып жатыр. Екеуін таң атпастан қыдыртып, Көркем аламыз дегендерін әперіп, ал Сартаймен әдемі апасымен қыдырып жүр. Келсек, мырзамыз жоқ, шаш алатын ағамыз. Оны күтіп тұрдық. Екеуі шаршап кетті, ары қарады, бері қарады. Ал мына жерде Нұрали сразу красавчик болып шыға келді, шашы деген керемет болып. Сонымен үй жаққа келеді. Менің ендігі жұмысым тырнақ жасату. Қараңыздар, уәлә деп керемет қып жасап алдым. Өзіме тырнағым ұнап, ары қарап, бері қарап. Сонымен ең соңғы жұмысым менің үйде ужас 1 тонна киім бүктедім. Осымен күнім бітті. Всем пока-пока.